Баршаңызға сәтті күн болсын. Бүгін осындай песочный самса дайындайтын боламыз. Жұмсақ, ауызда ериді. Міндетті түрде видеоны толықтай қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Және де мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіз. Алдын ала рахмет. Алдымен ұнға салқындатқышта тұрған сары майымызды алып, осылай теркадан өткізіп, қолымызбен жақсылап езіп алатын боламыз. Дайын болған соң 2 жұмыртқаны және де қантымызды, тұз және де ашытқыны, ең үстінен жылы сүтімізді құйып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Енді қамырымызды 1-1,5 сағатқа целлофанға салып, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Сол аралықта начинкасын дайындайтын боламыз. Мен асқабақ, тұз, фарш және де май қостым. Дәмдеуіштерге қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, зира және де аздап сұйық май қостым. Дайын болған қамырымызды тоңазытқыштан алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Мен үлкендеу бөліктерге бөлдім. Егер қаласаңыз, кішілеу етіп бөліп алсаңыз болады. Қамырымызды дөңгелек етіп жайып, ішіне начинкасын салып, мен өрілген сияқты етіп түйдім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша 3 бұрышты немесе дөңгелек етіп алсаңыздар болады. Дайын болған самсаның бетіне жұмыртқаны жағып, бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей, самсамыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.